Біздікі жалған шүкіршілік. Нығметке шүкір ету имандылық белгісі. Жаратушы иеміз өзінің нығметтеріне, ырзық несібесіне қанағат етіп жүретін шүкіршілік құларалдарын жақсы көреді. Өйткені жаратқанның берген ырзығына шүкіршілік ету иманның ажырамас бөлігі. Сондай-ақ Алла тағала өзіне күпірлік қылмауға, шүкірлік етуге бұйырған. Бұл жөнінде Бақара сүресінің 152 аятында «Мені естеріңе алыңдар, сонда мен де сендерді есіме аламын. Маған шүкіршілік етіңдер, күпірлік етіңдер» делінген. Ендеше жаратқанның берген өміріне, денсаулығына, материалдық және рухани байлықтарына алғыс білдіріп, лайықты түрде шүкіршілік қылу әрбір пенденің міндеті. Бірақ бұл шүкіршілік етіп әрекет етпей отыра бер деген сөз емес. Көбіміз жалқаулығымызды шүкіршілікпен жабамыз. Мысалы, жиі кездесетін әңгімені алайық. Өзінің ауданда кішігірім дүкені бар адамға «Аға, орталық жақтан тағы бір дүкен ашып алсаңшы» деп бір жақсы ұсынысы айтсаң, «Жоға, қажет емес, осыған да шүкір» дейді. Сәл қимылдап әрекет етсе, табысын арттыруға мүмкіндігі бар еді. Не болмаса 80 мың теңге айлық алатын бір жас жігітке одан да тіл үйреніп басқа жұмысқа кіріп 200 мың теңге алмайсың ба десең, шүкір жетеді. Бұдан да аз ақша тауып жатқандар бар ғой деп өзін алдайды. Бірақ оған бұл ақша жетпей жүр негізі. Анадан қарыз алып, мынадан қарыз алып, өмір сүріп жүргенін бәрі де біледі. Бірақ өзінің енжарлығын осылай шүкіршілікпен ақтайды. Жұмыс істемей үйде жатқан адамға жұмысқа тұрып, сәл еңбектеніп, ақша тапсаңшы десең, шүкір, қайта жұрт сияқты тапқанымызды ішіп, араққа жұмсап, казиноға құртып жатқан жоқпыз дейді. Сен онсыз да ондай зиянды әрекеттерге бармауың керек еді. Жұмыс таппай үйде жатқаныңды олай аяқтап алудың қажеті жоқ. Шүкіршілік ол ауызбен айтып, өзіңді алдай салатын зат емес қой. Шүкіршілік ол берілген нығметтерді пайдаланып, барлық мүмкіндіктерді қолдана отырып, табыс тапқанда берілген ризыққа шынайы жүрекпен риза болу. Ештеңе жасамай, бар ресурсты пайдаланбай жатып, шүкір деу ол жалған шүкіршілік. Еш нәрсені дамытпай, шүкір, жоқтан жақсы ғой деп отырса, бүгінгі техникалық құрал жабдықтардың біразы болмаған болар еді. Әлі Nokia X2 деген сынды телефондармен жүрер медік. Алла тағала Ибрахим сүресінде бізге егер шүкір етсеңдер, арттыра беремін деп уәде бермей ме? Шынайы шүкіршілік берекені арттырады. Жалған шүкіршілік артқа тартады. Дінді былай алып қойғанда, батыстың 10 мың долларлық тренингтерінде де, бестселлер кітаптарында да шүкіршілік, яғни благодарность деген терминмен айтылған. Шүкір ету бұл берілген неғметке риза болу. Біздің дамымай жатқанымыз да осы шүкіршілікпен жалқаулықты шатастыруымызда. Өзіміздегі бар мүмкіндікті пайдаланыңыз, ақша табудың жолын іздеңіз. Өзіңіздің бар қабілетіңізді қолданғаннан кейін нәтижеге шүкір етіңіз. Сол кезде сізде шынайы шүкіршілік болады. Сөзсіз Алла тәуекел етушілерді жақсы көреді. Кез келген істе тәуекелге бара білу қажет. Біз сәл тартыншақтаймыз, толық тәуекелге бара алмай жатамыз. Көбінесе біз сәтсіздіктерден қорқамыз. Бастауға тым ұзақ ойланамыз. Бастай алмай ұзақ жүреміз. Жасап көрмей жатып, ертең кәсібім жүрмей қалса не болады? Тауарымды ешкім алмай қойса не болады? Ойлағанымдай болмай қалса не істеймін деген қорқыныш жанды жегідей жейді. Алдымен жасап көріңіз. Жасап көргеннен кейін көп ештеңе жоғалтпайсыз ғой. Тым болмағанда тәжірибе жинайсыз. Ал іске асып кетсе тіпті жақсы. Негізінде адамға оның жасаған тәуекелдері табыс әкеледі. Тәуекелге бармасаңыз, сіз жетістікке жете алмайсыз. Тәуекелге бара алмау Аллаға сенбеу. Одан соң өзіңізге сенбеу болып саналады. Аллаға сену керек екен деп, ештеңе жасамастан барлық жауапкершілікті өзіңнен алып тастаудың да қажеті жоқ. Пайғамбарымыз дала арабы: «Уа Алла елшісі, түйемді бош жібере салайын ба, әлде тәуекел етейін бе?» дегенде, түйеңді байла, содан соң тәуекел ет деп жауап берген екен. Сол сияқты бірінші әрекетін жасаңыз. 11-ші сынып оқитын бала ұбытыға дайындалмай, нар тәуекел, бұйырғанын көрерміз, тағдырымда не болса сол болады деп тестке кіруі бұл тәуекел емес, бұл таза жалқаулық. Тәуекелге бару дегеніміз бәрін Аллаға тапсыра салмай, амалын жасау. Мысалға, Қытаймен бизнес жасағыңыз келеді.
Сол саланы толық үйреніп, сенімді курс таптыңыз. Тауарды алып келу жағында қамтамасыз етіп беремін деп тұр. Бірақ сіз өзіңіздің кәсіпті алып кете алатындығыңызға, тауардың уақытында келетіндігінде сеніңкіремей тұрсаңыз, бірінші аз ақшаға 5-10 мың теңгеге кішігірім заттарға тапсырыс беріп көріңіз. Тапсырысыңыз уақытында келіп, алған тауарларыңыз біздің нарықта өтіп жатса, тапсырыс беретін ақшаны көбейте бересіз. Сол секілді әрекетін жасап, Аллаға тәуекел етіңіз. Тағдырға иман етіп, тәуекелге бел байлау, енжарлық танытып, ай қарап, жұлдыз санап жату емес. Керісінше, бар күшіңді салып, бар мүмкіншіліктеріңді қолданғаннан кейін нәтижесін жаратушыдан күту. 99% әрекет етіп, қалған 1%-ын жаратқанға тапсыр. Тәуекел, еңбек етіп, тер төгіп, барлық керекті себептерді орындағаннан кейін нәтижесін Аллаға тапсырып, жаратқанның берген үлесіне риза болу, бас ию. Байлық маңдайға жазылған ба? Ақиқатында, Раббым құлдарының арасынан қалағаныңның ризығын кеңейтіп, және қалағанның ризығын шектеп қояды. Сендер не жұмсасаңдар да, ол жұмсағандарыңның орнын қайта толтырады. Ол ризық берушілердің ең қайырлысы. Сәббә сүресі 39 аят. Маған кедейлік жазып қойған, ризық несібе жазылып қойған болса, онда еңбек еткеннің не мағынасы бар? Байлық маған бұйырмаған, адал жолмен көп ақша таппайсың. Қазіргі заманда қуылмасаң аш қаласың дегенді естіп жатамыз. Расында солай ма? Байлық пен кедейлік маңдайға жазылған ба? Жазылған болса, онда бізге еңбек етіп не керек? Осы ризық несібе мәселесінің басын ашып, ара жігін ажыратып алайықшы. Ең алдымен, ризық сөзін толық түсініп көрейік. Ризық сөзінің мағынасы кең. Көпшілігіміз ризық дегенді байлық, дүние мүлік деп қана түсінеміз. Бұл мүлде қате пікір. Ризық бұл Алла тағаланың өзінің құлдарына беріп жатқан барлық жақсылығы. Бұл материалдық да, рухани да игілік болуы мүмкін. Бізге Алла берген несібенің бәрі біздің ризық несібеміз. Алла ешкімді ризық несібесіз қалдырған емес. Тым дәрменсіз балалар мен қарттардың ризығын беруі мен әлсіз жандардың ең нәрлі тағамдар мен қоректенуі ризықты жіберуші Алланың мейірімділігі мен құдіретін танытатын сипаттарының бірі. Алланың 99 көркем есімдерінің бірі әр ризық, яғни ризықты мол етіп беруші. Ризық тек Алладан. Тағы бір көркем есімі Мәликіл мүлік, мүліктердің патшасы. Барлық дүние мүлік оған тиесілі. Байлық қазынасының барлығы күллі мүлік оның қолында. Бірде Мұса пайғамбар ауырып, Алладан шипа сұрайды. Жаратқаннан бәленше ағаштың жапырағын жесең жазыласың деген жауап келеді. Мұса солай істейді де ауруынан айығып кетеді. Біраз уақыттан кейін ол тағы да сырқаттанып қалады. Бұл жолы бірден әлгі ағаштың жапырағын жеуге асығады. Бірақ дертіне шипа болмапты. Жапырақ көмектеспей қойған соң Аллаға бет бұрып, мұның себебін сұрайды. Сонда Раббымыздан мынандай жауап алады. Өткенде сен дертіңе шипаны менен сұрадың. Мен саған шипаны сол жапырақ арқылы жібердім. Ал екінші жолы ауырғанда менен емес, бірден жапырақтан шипа сұрап кеттің. Сол үшін саған шипа болмады деп мәнісін түсіндірген екен. Тура осы оқиғадағыдай, кез келген сәтте арқа сүйеп жәрдемді Алладан ғана сұрауымыз керек. Ризықты басқа жақтан іздеп, әртүрлі тылсым дүниелерден күтудің қажеті жоқ. Еске қызыл шүберек байлап қойса ақша келеді. Немесе неше түрлі тасбақа, пілдердің мүсінін төрге қойып қойса табысың өседі деп жалған наным сенімдерден арылу қажет. Ақшаны тылсым дүниеге байлап қоюдың қажеті жоқ. Біз оны тек Алладан ғана сұрап, дұға тілеп, әрекетін жасауымыз керек. Ризықты Алладан сұрау ол мүлде қате дүние емес. Алла тағала адамды бай болудан тыймайды. Ол жер бетіндегі нығметтердің барлығын адам баласының игілігі үшін жаратқан. Исламның тірегі саналатын 5 шарттың екеуі, яғни қажылық пен зекет, мал мүлік арқылы жасалған ғибадат түріне жатады. Бұл екеуін тек шамасы келетін адам ғана өтей алады. Алла құлын бай болудан, байлық, ризық, несібе сұраудан тыйса, осынша парызды жүктермеді.
Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Алла тағала ұялшақ әрі жомарт, ол құлының созған қолдарын құр қайтармауға ұялады деп айтқан. Әбу Дауд, Тирмизи. Сондықтан біз ризық несібемізді табу үшін әрекеттерімізді істеп, Алладан байлық береке сұрауымыз керек. Пайғамбарымыз байлық береке сұрауға мынадай керемет дұғалар қалдырған. Я Алла, расында мен сенен пайдалы білім, адал ризық несібе, әрі өз құзырында қабыл болатын амал сұраймын. Я Алла, расында мен сенен сенің басшылығынды, тақуалықты, күнәдан, жаман қылықтардан пәктікті және байлықты сұраймын. Мүслим. Я Алла, мені кешіре көр, маған рақым ете көр, мені тура жолға бастай көр, мені өзің оңдап, маған есендік бер, маған ризық несібе бер, әрі мені жоғары дәрежеге көтер. Тағы бір ескерте кететін жайт, адамға жасаған әрекетіне қарай ризық несібесі беріледі. Бірақ сол тапқан табысыңды туған туысыңыздың да үлесі болуы мүмкін. Біз бұл тек менің ақшам деп ойлаймыз ғой. Жоқ, олай емес. Кейде ойламаған жерден қаражат түсіп қалады. Жалақыңыз сіз ойлағаннан да көп болып шығады. Ол сіздің тікелей тапқан табысыңыз емес. Бұл жерде сіздің жағдайы болмай жүрген туған туыстарыңыздың да ақысы бар. Ол тек сіздің 4 бала шағаңыздың киім-кешегі, ішіп жейтін емес, сіз арқылы берілген туысыңыздың ризық несібесі болуы мүмкін. Сондықтан өзіңіз арқылы берілген туысқандарыңыздың да несібесін бөліп беруді ұмытпаңыз. Адал жолмен көп ақша таба алмайсың. Сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық. Абай Құнанбайұлы. Бала шағасын, отбасын адал жолмен асыраймын деп шынайы еңбек еткен адамның мерейі тасып, ырысы асатындығы сөзсіз. Алланың таза әрі халал деп берген ризығында береке бар. Қазір біздің осы адал табысқа деген көзқарасымыз өзгерген. Кезінде сахабаларды әйелдері шығарып салғанда, бүгін аш қалсақ, аш қалайық, бірақ адал табыс тауып келіңіз деп айтатын болған екен. Табыс тауып келсе, ең бірінші ризықтың қайдан келгенін сұраған, яғни үйге табыстың қайдан келгеніне аса мән беретін болған. Ал қазірше, қайдан тапсан одан тап, бүгін балағашаға аш қалмасын, жейтін бір нәрсе тауып кел деп шығарып салады. Табыс тауып келсе, оның қайдан келгеніне мән де бермейді. Тарихқа көз жүгірсек, дініміздің бұл әмірін ең бірінші болып бұлжытпай орындаған пайғамбарлар болды. Хазірет Адам, екінші болса Нұх пайғамбар кеме жасауды үйретті. Идрис пайғамбар тігінші, Мұса пайғамбар шопан, Дәуд пайғамбар темірден бұйым жасайтын ұста болды. Ал Иса пайғамбар медицина ғылымдарының шоқтығы биік ұстазы. Дәуд пайғамбар патша бола тұра өз кәсібінен басқа нәрседен тамақ жемейді, өз еңбегінен басқа дүниені пайдаланбайды. Ол ұста болып, ұсталығымен күн көреді. Зәкәрия ағаш шебері болды. Пайғамбар да, Әбу Бәкір де, Омар да ең бай адамдардың қатарында еді. Бірақ олар қолындағы барын Алла жолында жұмсауға тырысатын. Материалдық игілік жаман да емес, жақсы да емес. Оның жақсы не жаман болуы оны адамның қалай табатынына және қолданатынына байланысты. Ертеректе саудагерлердің бірі шаруасын бітіріп келу үшін астындағы түйесін жалшылық қызмет атқаратын адамға ұстай тұруды өтінеді. Барып келсе түйе орында тұр. Алайда ноқта мен оның ұстап алған адам ұшты күйлі жоқ. Ұрлықтың орнын алғанын түсінген саудагер 2 дирхам беріп баласын жаңа ноқта әкелу үшін жұмсайды. Сөйтсе, баласы базардан дәл сол ноқтаны сатып әкелген екен. Әлгі кісі, Алла пәк, мен ноқта ұстатқан кісінің қызметі үшін 2 дирхам беруді ойлаған едім. Оған негізі 2 дирхам адал жолмен де келіп тұрған еді. Алайда ол бұл ризықты харам жолмен табуды таңдады деген екен. Әркім Алланың пешенесіне жазған ризығынан артық та не кем де ала алмайды. Ол таңертең үйінен шықса, ризық келейін деп тұр. Алайда оны қандай жолмен, арам не адал табуды адамның өзі таңдайды және сол үшін де сұралатын болады. Кейде дені сау, қол-аяғы балғадай азаматтардың жұмыс істеуге ниеттері болмай, алма піс, аузыма түс деп жеңіл жолмен нан табуға тырысып, түрлі алдау арбауға түсіп, күн көретіні қынжылтады. Мұндай адамдар өзін ғана емес, өзгелерді де тура жолдан тайдырып, адастырып жатады. Қазір арамнан тапқан малына арланбай, керісінше мақтанып айтатын адамдар көбейді. Жалақың қанша десе 120 мың,
Леві анау мынаумен 180-ге барады ғой деп, бір адал ақша секілді сескенбей айтады. Қоғамның бұл сөзге құлағы үйренгені сонша, Леві жасамай жұмыс істеп жүрген адамды бір аңқау, артта қалған адам санайды. Қолыңның астынан өтіп жатқанда көріп қалу керек, мүмкіндік барда пайдаланып, алатыныңды алып қал деп жанындағыларды жаманшылыққа итермелемейді. Леві жасай алу адамның іскерлігінің, ширақтығының көрінісі сияқты қалыптасып қалған. Іскер болу, пысық, ширақ болу да нығмет. Сол нығметті дұрыс емес жолда пайдалану ғой бұл. Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен, тер төкпестен алданып, арбап, түрлі қулық сұмдық жолдармен келген астың берекесі де болмайды. Алла тыйған әрекеттер мен тапқан дүниенің қайырлы болмасы белгілі. Я, кейбір адамдар адал жолмен де байлыққа батып, шалқып өмір сүруі мүмкін. Алайда мұның нәтижесі ешқашанда жақсылықпен аяқталған емес. Сырт көзге қаражаты жеткілікті, әдемі киініп жақсы жүргендей көрінуі мүмкін. Бірақ ол адал жолмен келмегендіктен оларға шынайы қуаныш сыйламайды. Жүрегінде тыныштық жоқ. Үйінің сырты әдемі болуы мүмкін, бірақ ішінде татулық жоқ. Алла тағала адал ризыққа ғана береке береді. Ол өте әділетті. Мына бір ғибратты оқиғаға мән беріңізші. Бір әйел бүкіл өмірін қатық сатумен өткізіп, қаражат жинап, қажылыққа баруды Алладан ниет етіп сұрайды. Алла ниетіне жеткізіп, 14 тілда қаражат жинайды. Қажылық уақыты жақындағанда ақшасын жинап, белге буып, қажылық сапарына жолға шығады. Теңізге келіп, қажылыққа кетіп бара жатқан кемеге отырады. Кеменің ішінде мыстан кемпір және оның маймылы бар екен. Мыстан кемпір маймылына кісінің әмиянын ұрлауды үйретіп, кәсіпке айналдырған екен. Түнде қатықшы әйел демалып жатқан кезде маймыл қатықшының әмиянын ұрлап алып, кеменің желкесіне шығып кетеді. Қатықшы әйел бар байлығынан айырылғанын біліп, мыстан кемпірдің тамағына қанжарын тақап, егер маймылдың қазір пұлымды бермесе, мен сені өлтіремін дейді. Мыстан кемпір қорыққаннан болды, алып беремін деп әмиянын иесіне қайтаруға әрекеттенеді. Желкенге шығып кеткен маймылға қарап, қалтасынан өзінің әмиянын шығарады. Себебі маймылдар қайталағанды жақсы көреді. Біреу қандай бір қимыл жасаса, соны жасайды. Егесі маймылға көрсетіп тұрып, әмиянның аузын ашады. Маймыл да оған қарап, қолындағы әмиянның аузын ашады. Мыстан кемпір маймыл ақшаны жерге тастасын деп, ішіндегі тиынды алып жерге тастайды. Маймыл да бір тиынды алып кеменің ішіне тастайды. Әмиянның ішінен екінші тиынды шығарып теңізге қарай лақтырады. Осылайша ақшаның тең жартысын кемеге, қалған жартысын теңізге тастайды. 7 тілда теңізге түсіп, қалған 7-еуі қатықшының қолына қалады. Сонда қатықшы: я Раббым, тәубе қылдым, я Алла, тәубе қылдым. Қатықтың тең жартысына су қосып сататын едім, суы суға кетті, қалғаның қатықтың ақысы деген екен. Көріп тұрғанымыздай арам жолмен жеңіл келген ақшаның кетуі де жеңіл. Әрдайым барлығымыздың алдымызда таңдау болады. Ризықты адал жолмен келуінің берекесі бар. Кейде қарапайым жүк көлік жүргізушісінің өзі жүрген жолын артығырақ есептеп, қалған жанармайды басқа көлікке құйып, не болмаса арзан бағада сатып, пайда көріп жатады. Бір жағынан бұл бәрібір компанияның ақшасы, оны ешкім есептеп жатқан жоқ. Мен алмасам да басқалар алар дейді. 5-6 литр алғанымнан ештеңе бола қоймас деп өз-өздерін ақтап алады. Бірақ сол 5-6 литрмен олардың кедейленіп қалмайтыны сияқты, сіз де байып кетпейсіз. Сол нәрсенің сізге зор пайдасы тиіп, өміріңізді өзгертіп жібермейді. Тек сол табыс сіздің адал ақшаңызбен араласып, табысыңыздың берекесін айырады. Тапқаныңыз адал болмаса, 1 миллион тіпті 10 миллион тапсаңыз да, оның берекесі болмайды. Имам Әш-Шафиге бір кісі келіп, халінің қиындығына, күндік табатын ақшасы 5 динар және бұл ақша жетпейтініне шағымданады. Имам Әш-Шафихи ол кісіге бастығына барып, 5 динарын 4 динарға түсіруіне кеңес берді. Ол кезде қатты құрметті болған соң, әлгі кісі еш себебін талқыламай бастығына барып, 5-тен 4-ке түсіріп алады екен. Бірнеше уақыттан кейін жігіт иманға келіп, халім еш жақсармады, керісінше қиындап кетті деп қайта шағымданады. Имам бастығына қайта барып, 4 динардың 3 динарға түсіртуін жігітке насихат етеді. Әлгі кісі аң-таң болған күйде бастығына барып жалақысын түсіртеді.
Бірнеше уақыттан соң кісі имамға келіп, насихатына ризашылық білдіріп, 3 динардың барлық қажетіне жететінін, оған қоса артылып қалатынын хабарлап, бұл кеңесінің тәпсірін сұрайды. Имам әш-Шафихи рахимахулла былай дейді: сенің жұмысыңның ақысы 3 динар, 2 динар сенің хақың емес. Сол 2 динар сенің ақшаңмен араласып, берекетін қашып тұрды дейді. Мына өлең шумақтарын оқиды. Адал ризық көбею үшін үстінен арам жиылды. Арам адалға кірген соң күлін көкке ұшырды. 1 динар 25 грамм алтын. Имамға келген кісі күніне 5 динар алған. Яғни бір айда алатын табысы шамамен 16.128.750 теңге. Алла берекет алып қойса, жоғарыдағы сандар да адамға жетпейді екен. Сондықтан кішігірім пайда көремін деп таудай берекеден айырылып қалмаңыз. Берілген ақша сіздің еңбегіңізге сай болғанда ғана ол қажеттіліктеріңізді қамтамасыз етіп, тұрмыс тіршілігіңізге де жеткілікті болады. Мал дүниеңізге береке бітсін десеңіз, бірінші әуелі жаман болсын, жақсы болсын, туған туыспен қарым-қатынасты үзбеу керек. Себебі пайғамбарымыз кім дүниесінің береке бітсе десе, туысқандарымен қарым-қатынасын сақтасын деген. Екінші, ерте тұру керек. Себебі пайғамбарымыз: «Я Алла, менің үмметімнің таңғы уақытына береке бер» деп дұға еткен. Үшінші, сауда жасайтын адам таразыдан жемеуі, ал тауардың айыбы болса соны айтып ескертуі дүниесіне береке әкеледі. Себебі хадисте тауардың айыбын айту сауданың берекесі делінген. Төртінші, күнәдан алшақтау. Өйткені күнә адамды ризықтан мақрұм етіп, кедейлікке ұрындырады. Хадисте Алланың елшісі: оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, адам өзінің күнәсі арқылы ризық несібеден айырылады деген болатын. Бесінші, садаққа не зекет беру. Дүниеңіз арнайы зекеттің өлшеміне толған болса, зекетін беру және садаққа жасау мал мүлкіңізге береке алып келеді. Хадисте күн сайын таңертең көктен 2 періште түсіп, біріншісінің: «Я Алла, садақа берушінің дүниесін көбейт, оған береке бер» деп, ал екіншісі: «Я Алла, сараңның малын опат қыл» деп айтатындығы келтірілген. Алтыншы, ризық берушінің Алла екенін ұмытпау және әрдайым шүкір ете білу. Ақиқатында Раббым құлдарының арасынан қалағанының ризығын кеңейтіп және қалағанның ризығын шектеп қояды. Сендер не жұмсасаңдар да, ол оның жұмсағандарыңның орнын қайта толтырады. Ол ризық берушілердің ең қайырлысы. Сәбба сүресі 39 аят. Аудио кітапты оқыған Арайлы Далеловна. Кітаптың келесі бөлімдерін тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікір қалдырып кетіңіз.